Қызылорда тазалығы мекемесінің қызметкерлері шаһар тазалығын бақылау мақсатында күнделікті рейдтік шараларды күшейтті. Өкінішке қарай, Сәулет және Саяхат мөлтек аудандарының кейбір тұрғындары бей-берекет қоқыс тастауда азайтар емес. Түсіндіру жұмыстары жиі жүргізілсе де, бұл аймақта тұрмыстық қатты қалдықтардың заңсыз үйіндіге айналу деректері азаймай отыр. Мобильді топ өкілдерімен бірге арнамыздың түсірілім тобы Көшербаев пен Түркістан көшелерінің қиылысына арнайы барды. Бұл аумақта күн сайын дерлік тұрмыстық қалдықтар тау болып үйіліп қалады. Жаппай тазалау жұмыстары тұрақты жүргізілгенімен, кейбір тұрғындардың жауапсыздығы салдарынан бұл аумақ қайтадан қоқыс алаңына айналуда. Осыған байланысты Қызылорда тазалығы мекемесі мәселені бақылауда ұстау үшін аталған мекенжайға арнайы бейнебақылау камерасын орнатты. Рейд жұмыстары таңертеңгі уақытта және кешкі мезгілде әбеткі уақыттарда жүреді. Яғни біздің осы көшелерімізде орналасқан қиылыстарда қоқыс тастау фактілері анықталуда, яғни қоқыс тастау фактілері тыйылмай тұр. Сондықтан құрметті қала тұрғындарына айтарымыз, әрбір адам өзінің тазалығын сақтап, бей-берекет қоқысты шашпай, қала аумағын, өз аймақтарыңызды таза ұстауға шақырамыз. Біздің ол қаламыздың көркеюіне, әсемдігіне, яғни кедергісін келтіруде. Сондықтан қаланы таза ұстауға бәріміз атсалысайық. Айта кету керек, белгіленбеген жерге қоқыс төгетіндерді анықтау бойынша рейдтік тексерулер жыл басынан бері үзіліссіз жүргізіліп келеді. Тек соңғы бір айдың өзінде шаһар бойынша 20-дан астам тұрғын заң бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл арқалады. Мамандардың сөзінше, мұндай заң бұзушылықтар үшін қолданылатын айыппұл көлемі жыл сайын артып келеді. Енді мынау қиылысқа көп қоқыс тасталып жүр. Енді осы тұрғындардың назарына айтатыным 505-ші бап бар бізде. Бірінші тармағымен жеке тұлғаға, физлицоға 87 мың толық көлемде если айыппұл салынса, 7 күннің ішінде 43 мың теңге болады. Соны естеріңізге салып өтейін. Сосын ірі кәсіптік нысандар, кіші кәсіптік нысандар, олардың да айыппұлдары жоғары. Кіші кәсіптік нысандардікі 129 мың. Ірі кәсіптік нысандардікі 432 мың. Енді сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға ескертіп айтып жатыр. Бұл айыппұлдың көлемі ұлғайып жатыр қазір. Ыңғайы келсе мынандай көше қиылыстарына қоқыс тастамай, графикке кесте бойынша қоқыстарыңыз шығарып, тәртіпке көнулеріңізді шақырамыз енді қала тұрғындары. Қаланың өзге бөлігінде де жағдай мәз емес. Саяхат мөлтек аудандағы Абылай Досов көшесінің бойы да заңсыз қоқыс тастау алаңына айналған. Мұнда тұрғындары тұрмыстық қалдықтар мен ескі заттарын көше бойына үйіп кеткіш. Жауапсыздықтың арты тіпті қауіпті жағдайларға соқтыруда. Күні кеше ғана осы аумақтағы қоқыс үйіндісі өртеніп, салдарынан электр бағанасы шарпылды. Ағымдағы жылдың 4-нен 5 тамызға қараған түні өрт болған. Мына жерге белгіленбеген орынға үйдің қалдықтарын, басқа да заттарды тастап ластаған. Соған байланысты рейд шаралар жүріп жатыр. Саяхат мөлтек аудан тұрғындары белгіленбеген орынға үйдің шыққан коммуналдық қалдықтарды тастамауларыңызды өтінеміз. Әрбір көшеге өзі белгіленген кесте бойынша шығарылу керек. Дегенмен қала тазалығына бей-жай қарамайтын азаматтар да баршылық. Солардың бірі 56 жастағы шаһар тұрғыны Абдуали Убайдулдаев. Ол тек өз ауласының ғана емес, тұтас көшенің ұқыптылығына жауапкершілікпен қарайды. Тазалық сақшысының пікірінше, бұл аумаққа да бейнебақылау камераларын орнатпаса, бей-берекет қоқыс тастау тыйылмайды. Құрметті Саяхат мөлтек ауданының тұрғындары, мен осы Саяхат мөлтек ауданының тұрғынымын. Қызылорда тазалығымен келісімшартқа отырып, мен анау мусорный контейнер ойылған мән жерге. Толған кезде Қызылорда тазалығына телефон соғам, сол жерден кесте бойынша алып кетіп жүр. Құрметті саяхат тұрғындар, сіздерге өтініш, мына жерге қоқыс тастамаңыздар. Түнде өрт топты мына жерде. Анау газ тұр, мына жерге мусор тастамаңыздар. Ана газ тұр, мына жерде үлкен өрт болады ертең. Өте қауіпті. Сіздерге өтініш. Кесте бойынша Қызылорда тазалығынан автокөліктерге алып кетіп жүр, оны өзіміз көріп жүрміз. Есіктеріңіздің алдына қапқа салып, байлап ауыз есіктеріңіздің алдына қойыңыздар. Қаланың санитарлық жағдайын жақсарту мен көркін сақтауға бағытталған рейдтік шаралар алдағы уақытта да шаһардың басқа мөлтек аудандарында жалғасады. Қала әкімдігі өкілдері тұрғындарды туған өлкеге жанашырлықпен қарап, тазалық талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Ол Жаз Дәуіт, Нұрымжан Тұрсынбай, Серікбай Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.